Мен Қарлы Еркінұлы боламын. Қазіргі таңда толықтай Қазақстан азаматымын. Менің арыздан келгендегі себебім Ғалым Еркінұлы, менің туған інім, Дөрбіжін аудандық саяси үйрену лагерінде жарым жылды болды қазір жатқалы. Енді ол жерде сені саяси үйретеміз деп алып кетіп, доғдырханаға жатқан бұл. Ұрған, соққан, қуғынан жарақат алыпты дейді. Енді ар жағын толықтай білмейміз, қалай ауырып, қалай болып жатқанын. Онымен қоймай, қарақолсың деп айтады дейді. Қарақолсың, сен қылмыстысың, сені соттаймыз деп, қазір ол бала сол жерде жатыр. Сондықтан Қазақстанның азаматтығы ретінде мен дүниежүзілік біріккен ұлттар ұйымынан, Қазақстанның президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырзадан және сыртқы істер жалпы барлық құқық қорғайтын органдардан осы бауырым ғалымға араша болуларыңызды сұраймын. Және ол бауырым бостандыққа шығып Қазақстанға келгенше мәңгі арызымды тоқтатпаймын.